жаштар поколениясы өсіп келе жатырық. Ойлаңызшы, біз қой соя алмаймыз, кісі күте алмаймыз. Құдай сақтасын, жаназа өтетін болса, жаназа да өткізе алмаймыз. Жаңа келген құдаларға мүшелеп беретін не, қандай мүше, қалай береді, түк білмейміз ғой кәдімгі ше. Бас қалай жейтін білмейміз. Қазір жоқ, білетіндер бар шығар, но бірен саран ғана. Бір ауылда, бір алыс жерде бір үйреткен біреу бар шығар енді. Бірақ біз қалада отырған жастар қазір кейінгі, бізден кейінгі білер, вообще 4 оқитын бала көтін сүрте алмайды, шын айтайыншы. Білмеймін, бір 10-20 жылдан кейін не болады, қалай болады, бір-бірімізбен араласпай кететін шығармыз. Кісі шақыру деген бір древний бір обычай болып қалатын сияқты ғой. Соған келе жатырық жай.